Алматының әйгілі көк базары. 1875 жылы мұнда ықпалды семейлік көпес Рафиковтың бұйрығымен гостиный двор салынды. Гостиный двор қала арқылы өтетін саудагерлер мен керуендер үшін баспана болды, ал мұндағы жергілікті көпестер өз дүкендерін ашты. 1927 жылы қираған гостиный двор қалпына келтіріліп, орталық колхоз базары деген жаңа атқа ие болды. Бірақ халық арасында бұл ресми атау тамыржаймай, базар жай ғана көк базар деп атала бастады. Бүгінгі көк базар туристер арасында танымал орын болып табылады. Ол Алматының толыққанды көрікті жері ретінде әртүрлі экскурсиялық бағдарламаларға жиі кіреді. Саяхатшыларды нарықтың шығыс экзотикасы, әртүрлі жеуге болатын және кәдесыйларды сатып алу ғана емес, ақ көңіл ақ жарқын сатушылармен сөйлесу және қазақтардың қарапайым күнделікті өмірімен жақынырақ танысу мүмкіндігі қызықтырады. Алматыны жақсы білетіндер бар ма? Сіздерге Алматының қай базары ұнайды? Өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бізге де қызық. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, қызықтың бәрі алда.